Достар, 85 мың теңгеге қалай Алакөлде біз демалдық? Бір күнге 85 мың теңге номердің бағасы. Бірінші Алматыдан Алакөлге 7 сағат кетті. Алакөлдің Ақши деген ауылына келдік біз. Келе сал бассейнге түстік. Бассейн өте жақсы болды. Инстаграмнан сол үшін қызығып келдік біз. Соны айтам, қандай демалыс орны екен. Видеоның соны айтатын боламын. Соны дейін көреміз. Міне пляжы, келе сал пляжын өттік біз. Пляжы таза, бірақ та енді тап-таза емес. Мен үшін болады. Сосын айналасын айналадық, номерді бірінші көрдік, номерді көрген кезде сырты өте қатты ұнады, қымбат болып көрінді сырты. Ішінде бәрі бар, екі адамға сыйымды, балаңыз болса да балаңызға сыяды, іші тап-таза. Номерге мен 10-дан 8 қояр едім. Ауласы да таза, кешке өте күшті жел болып тұрады. Ауласы да қатты ұнады. Және де енді завтракке бастайық. Бізде завтракке не кірді? Завтракке көріп отқандағыңыздай өте завтрак енді көңілім толмады. Өйткені нан, завтракта сосиска тұр, тесто тұр. Сосын кішігірім каша жұмыртқа алған, соны ғана не алдық. Жедік, ары қарай мүлдем настроение түсіп кетті 85 мың теңге завтракке. Сосын енді завтракке 10-нан 2 баға бердім мен. Енді барлығы жаман емес. Енді бассейнге келетін болсақ, бассейнге 10-нан 8 берем, 10-нан 9. Ең күшті бассейнден бірі десем болады Алакөлдегі. Және де мықты банясы бар. Банясы да өте қатты ұнады. Жалпы достар, қалай сіздерге 85 мың теңге екі адамға двухместный спальня 85 мың тұрады бір күнге. Стоит па, стоит емес па? Сіздер барар едіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер.